Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз балықтан бешбармақ әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, тойымды әрі жеңіл тамақтардың бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қайнап тұрған суымызға осылай балықтарымыз салатын боламыз. Балықтар алдын ала жуылып тазартылған. Мен сазан балығының орташа біреуін қолдандым. Осылай көбіктерін сүзіп алатын боламыз. Одан кейін туралған пиязымызды, картоп, сәбізімізді және бір түйір қызанақты 3 бөлікке бөліп саламыз. Бетін жауып, балықтарымыз піскенше қайнататын боламыз. Балығымыз пісем дегенше біз қамырын дайындайтын боламыз. 1 жұмыртқа, 1 стақан салқын су, 1 шай қасық тұз және 2 ас қасық сұйық май. Бәрін қосып, тұзы ерігенше осылай шаншқымен араластырамыз. Ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте қатты емес және жұмсақ емес, орташа болу қажет. Қамырымызды салафан пакетке салып 30 минутқа қалдыратын боламыз. Балығымыз тез пісетін болғандықтан оларды біз сүзіп аламыз, ал картоп пен сәбізді піскенше ары қарай қайнататын боламыз. Картоп пен сәбізіміз пісем дегенше біз қамырымызды жайып дайындап қоямыз. Картоп пен сәбізіміз піссімен осылай сүзіп аламыз. Одан кейін сорпаны да таза ыдысқа сүзгіштен өткізіп аламыз, өйткені сорпаның құрамында балықтың майда сүйектері болуы мүмкін. Осылай сорпамызды сүйектерден тазартып алып, қайтадан қазанымызға құямыз. Егерде сорпаның көлемі аз болып тұрса, онда қайнаған су қосуларыңызға болады. Қайнағанша қазанның қақпағын жауып қоямыз. Балықтың сорпасына пиязымызды турап, тұздық дайындап қоямыз. Біздің сорпамыз қайнады, енді қамырымызды шетінен араластыра отырып салатын боламыз. Бұл қамыр қолдан жайылған болғандықтан 2-3 минуттан артық қайнатпаймыз. Біздің қамырымыз пісті, енді сорпадан сүзіп табағымызға саламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, біздің балықтан жасалған бешбармағымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай, әрі сорпасы да дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.